Отбасылық құқықтық қатынастар бұл ерікті және мүліктік емес қатынастар болып табылады. Және осы отбасылық қатынастар ол басты ерекшеліктерінің бірі ол қайтарымсыз және де осы ерлі-зайыптылармен және басқа тума-туыстардың арасындағы қатынастар болып табылады. Және де осы отбасы құқығы ол басқа да құқық салаларымен, Қазақстан Республикасының басқа да құқық салаларымен тығыз байланысты болып табылады. Өйткені отбасылық әрекеттерден туындайтын құқықтық қатынастар жалғаспалы болғандықтан ол басқа да құқық салаларымен салдарлар тудырып, солармен тығыз байланысты болып табылады. Отбасылық қатынастарының субъекттеріне келетін болсақ, ол ең бірінші ерлі-зайыптылар, бұрынғы ерлі-зайыптылар, туыстар, және де оның ата-анасы мен баласының арасындағы қатынастар, және де басқа да туыстардың арасындағы қарым-қатынастар болып табылады. Отбасылық қатынастарының туындайтыны басты ерекшеліктердің тағы да бірі ол оған құқық қабілеттілігі болса болды, яғни туылған сәттен бастап ол отбасылық құқық қатынаспен тығыз байланысты болады, яғни туылған бала. Туылғаннан кейін ол туу туралы куәліктің алғаннан кейін ол жерде әке-шешесімен, яғни туу туралы куәлікте көрсетілген. Солармен тығыз байланысты және де бір міндеттемелер мен құқықтарды туғызады. Яғни осы жерде тағы да бір атап өткен ерекшелік ол құқықтар мен міндеттерге иеліктері осы құқық қатынастарының, яғни белгілі бір құқық болғаннан кейін онымен бірге міндет туындайды. Яғни осы құқықтардың бірі ол яғни ерлі-зайыптылар өздерінің еркімен некеге тұру туралы арызын жазып ақаз бөліміне келгеннен бастап оларға неке қию туралы куәлік берілгеннен бастап олар отбасылық қатынастарға түседі. Яғни осы сәттен бастап олар түскеннен кейін олардың балалары туылған жағдайда осы құқық қатынастарға олардың балалары қосылады. Яғни осы құқық қатынастарды бірге алып жүргеннен кейін, яғни бұл тоқтатылатын және өзгертілетін кездер болады. Яғни ол тоқтатылатын жағдай осы бір жақтың, яғни бір туысының, немесе күйеуінің немесе әйелінің қайтыс болуы, немесе ол некенің бұзылуы болып табылады. Бұзылған жағдайда ол осы екі отбасылық құқық қатынастардың екі адам арасындағы тоқтатылуы болып табылады. Және де осы бағана жоғарыда атап өткенімдей, осы отбасылық құқық қатынастар басқа да құқық салаларымен тығыз байланысты. Яғни егер де осы жоғары атап өткен құқық қорғау органдарына немесе басқа да органдарға олар жүгінген сәттен бастап олардың басқа да құқықтық қатынастар туындай бастайды. Оның ішінде сотқа жүгінген жағдайда бұл неке, ерлі-зайыптылық және отбасы туралы кодекспен реттеліп, және де басқа да азаматтық іс жүргізу кодексі, азаматтық кодекстер, және де басқа осы Қазақстан Республикасының кодекстерімен реттеліп, олар бірге қатынастарға түсіп бастайды. Және де осы отбасылық қатынастарының тағы да бір ерекшелігі ол, яғни пайда табу мақсатында, яғни қайтарымсыз негіздемеде болады. Яғни бұл жерде осы қатынасқа түскен адамдар бір-бірінен бір нәрсе сұрап, бір нәрсе тілеуі мүмкін емес. Яғни бұл жерде ерікті түрде бір-бірін туыс деп, бір-бірін яғни күйеуі мен әйелі деп бірге тұрғандықтан осы бір-біріне деген қайтарымсыз негізде қатынасқа түсіп бастайды. Және де осы отбасылық қатынастардың тағы да бір ерекшеліктері ол, яғни әрекет және мүліктік емес қатынастарға сәйкес болып табылады. Яғни мүліктік емес жағдай белгілі бір құқық қатынастарға түскеннен кейін ол мүліктік мәселелер бойынша немесе мүліктік емес мәселелер бойынша қатынастарға түсіп, яғни өзіне байланысты берілген құқықтар мен міндеттемелерді айтуға, жүргізуге міндетті болып табылады. Яғни осы отбасылық құқық қатынастарының осы атап өтетініміз жалпы заңдық фактілерге байланысты өзгертіледі немесе тоқтатылады. Заңдық фактілер дегеніміз ол, яғни туылған сәттен бастап оған туу туралы куәліктің берілуі, өлген сәтте қайтыс болған жағдайда оған қайтыс болу туралы куәліктің берілуі болып табылады. Осы берілген құжаттар заңдық фактілердің белгіленгені болып табылады. Осыған сәйкес осы отбасылық құқығы осы Қазақстан Республикасының құқық саласындағы алатын орны ерекше деп атап өтіп кетуге болады.